Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Дабылова Жанат Сабитбековна, Ақтөбе жоғары политехникалық колледждің мұнай және газды қайта өңдеу технологиясы мамандығының арнайы пән оқытушысымын. Бүгін КМ07 кәсіптік модуль физикалық химиялық талдауларды орындау құзыреттілігінен зертханалық жұмысты қалай орындайтынын түсіндіреміз. Алдында екі сабақта біздер азотты анықтау, екіншісі көміртегіні және сутегіні анықтау тақырыптарын сіздермен қарастырдық. Бүгін енді галогендерді ашу немесе Бильштейн реакциясын қарастырамыз. Айта кететін болсақ, хлор, бром, йод, Бильштейн сынамасымен оңай анықталады. Бұл реакция галоген туындыларды мыспен қыздырғанда ұшқыш мыс галогениттері түзіліп, жалынды жасыл түске айналдырады. Соған байланысты барлығымыз экранға назар аударайық. Бильштейн реакциясын өткізу үшін міне пробирка керек біздерге. Пробиркада дихлоретан ерітіндісі бар және спиртовка қосылған жалынмен. Міндетті түрде осы Бильштейн реакциясын немесе сапалық органикалық қосылыстардың сапалық анализден өткізу үшін керекті зат. Жаңағы негізгі мақсатымыз осы жалынды жасыл көк түске бояу айналдыру. Сол кезде біздер білеміз мыс оксиді бар екенін. Ол үшін біздер міне мыс сымын аламыз, оны қыздырамыз жалында. Қалай аламыз оларды? Бұл мыс пластинасын арнайы шипчектермен немесе пинцетпен алып қыздырамыз жалында жақсылатып. Не қыздыру процесі өтіп жатыр. Дәл осылай ертең зертханада өткіземіз. Қызғаннан кейін жаңағы пробиркамыздағы дихлоретанға батырып қоямыз. Бұл кезде реакция жүреді мыс оксиді мен дихлоретанның. Содан соң сол пластинаны алып, енді біздің мақсатымыз көк түске айналдыру ғой жалынды. Содан соң алып, ол пластинаны осы жалынға қайта қыздырамыз. Осы жалынды қарасаңдар, міне жасыл көк түске айналу процесі өтіп жатыр. Сонда бізде негізгі сапалық анализіміз немесе Бильштейн реакциясы өтіп жүргені көрініп тұр. Мына реакцияға қарасаңдар, міне жаңағы мыс оксиді және дихлоретан және оттегі бар. Енді оттектің үстінде өтіп жатыр, бұл процесс. Сол кезде біздерде осы реакция өтеді. Негізгі мақсатымыз анықталды. Ертең сабаққа оралған кезде міндетті түрде осы зертханалық жұмысты өткіземіз. Өйткені осы жұмысты өткізуге біздің зертханада барлық мүмкіншіліктер бар. Не көруге болады, қараңдар. Алып тастағанда кәдімгідей оттың өзінің түсі болады. Ал дихлоретаны мен мыс сымын орнататын болсақ, бұл жерде қандай реакция өтеді? Көк түске айналу реакциясы өтеді. Енді біздер осы сапалық органикалық қосылыстардың сапалық анализін қарастырдық. Осыған орай сендерге 6 сұрақ беріледі. Осы 6 сұрақтарға міндетті түрде жауап беруіңіз сұралады. Бірінші сұрақ: Бильштейн сынамасының мәні неде? Екінші сұрақ: органикалық қосылыстардағы азотты ашудың басқа тәсілдерін атаңыздар. Үшінші сұрақ: неге мыс сымы қыздырғанда қараяды? Теңдеуін жазу керек. Төртінші сұрақ:
Органикалық қосылыстардағы элементтерді сапалы қалай анықтайды? Бесінші сұрақ, барий гидроксидінде қандай реакция жүреді? Және 6-шы сұрақ, органикалық заттарда көміртегі мен сутегінің болуы неге негізделген түйін жасау керек? Осы сұрақтарға қарасаңдар, бұл сұрақтар тек қана бүгінгі тәжірибеге емес, алдындағы өткізген 2 тәжірибемізге де қатысы бар. Бірінші жаңағыда естеріңе салып кетейін, азотты анықтау, екінші тәжірибе көміртегіні және сутегіні анықтау. Келесі сабақта жаңа тақырыпты бастаймыз. Бұл бөлімді аяқтаймыз.